Сәлеметсіздер қадірмен көрермен, IT сервис KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен телефон Redmi 6A деген телефон. Келген мәселесі, телефон бетінде пин кодын ұмытып қалған. Яғни пин код, графикалық код, одан кейін жаңағыдай әріптер мен сандардан тұратын пин код барлығы пин кодқа кіреді бұл айтқанда. Графикалық кодқа түспаса қалай болады, пин кодқа түспаса қалай ашады деп сұрап жүрмеңіздер. Енді видеоларда, кейбір видеоларымыздың астына комментарияға солай жазып жатады. Бүкіл телефонның бетінде қолданып тұрған кодтарды шешу жолы бұл. Hard reset деп айтылады. Яғни біз оның бетінде пин кодын ашу үшін не істейміз? Енді бізде телефон қазір өшіп тұр. Енді өшіп тұрған болса, сіздер өшіріп қосуды басып тұрасыздар да, сөйткен жерде 4 не шығады? Өшіру, безопасность деп, сонда өшіру деген басып, выключить етіп өшіресіздер. Одан кейін телефон өшкен соң екі кнопканы бірде басамыз. Плюс дауысты жоғарылататын плюс кнопкаменен өшіріп қосу кнопкасын бірде басып тұрасыздар. Ми деп жаңаңызды өшіріп қосуды жібересіздер, плюсті басуды жалғастырасыздар. Және main меню мынандай меню шығады. Бұл жерден минуспенен төменге түсеміз, wipe data дегенге өшіріп қосуды басамыз. Wipe all dataға өшіріп қосуды басамыз тағы да. Астына түсеміз минуспенен, confirm келісемін деген сияқты өшіріп қосуды басамыз. Ми нүкте астында процесс жүріп жатыр. Аппақ сызық былай толады. Енді бұл жерден өшіріп қосуды басамыз. Бастапқы менюға қайту, яғни back to main menu дегенге. Reboot өшіріп қосуды баса бересіздер, және reboot system now деген таңдайсыздар. Reboot system now өшіріп қосу. Және телефон кәдімгі неден қарағанда біраз ұзақ уақыт телефон осылай біраз уақыт тұрады осылай заставкасы ми деп. Ол енді жақсы. Яғни осылай бетінде пин кодын ашып тастайсыздар. Егер телефонға ми аккаунтыңыз, Google аккаунтыңыз болса, оған да байланысты видеолар болады. Бірақ ми аккаунттарды ашу бізде оған нелер жоқ, мүмкіндіктер жоқ болып тұр қазір. Сонымен егер видео ұнаған болса, пайдасы тигенімізді міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.